Ал енді қонақ келгенде табақ тарту үшін мінекей мынандай астау дейді. Ал ендеше бұны да мен қолдан жасағанмын дейді. Мыналарды ойып, қолмен құры пышақпен, бәкімен, ыңғыру дейміз, шот дейміз, міне солардың көмегімен ғана. Егер ұстамау жоқ бұны қыратын. Ал бұл қалай екен? Ұнады ма сендерге? Мен мына шетінің өрнектерін бәрін қолменен салып шыққан мінекей. Тармақты тұғырға бекітілген, мына мен де соған ұқсадып, сол жері келеді деген мінекей. Қалғаны өзім ойдан құрастырған құнды бұйым деген сөз. Екінің бірі бұндайлар жасай ма әзір? Жасамайды, ауылда ешкімде жасамайды. Сондықтан аталарыңның осындай өнері болғанын айта жүрсін деп мен сендерге қазір осыған түсінік беріп отырмын. Ал енді менің қолымдан көптеген дүниелер осы ауылда бар. Қыздарды ұзататын кезде сандық керек еді деді кезінде, сандықтар жасадым мен қыздарға арнап жасауына. Ал енді сиырдың сүтін игере алмай жатырмыз, сиырдың сүтін пісетін күбі керек еді дегендерге күбі жасадым. Қалжақта 20-30-даған көбі мен жасағанын елдің үйінде бар. Мүмкін сендердің де үйлеріңде бірен жарым бұрын апаларын, әжелерін алып қойғанда болса бар деген сөз. Ал атқа тоқитын ер тоқым тапшы болған кезде мен ер тоқым шаптым. Яғни құранды ер дейміз. Міне құран деді, қолдан жасаған адам Қалжақта мен боламын мінекей. Мектепте балаларға сабақ бере жүріп, саналы тәрбие бере жүріп, сапалы білім бере жүріп, қол өнерімен де міне өсіп мен айналысқан болатынмын. Ал мектепте ісім ілгері басқан үлгілі ұстаздардың бірі болдым. Мектеп басқару жұмысында 27 жыл істедім. Мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары, оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары, мектеп директоры де болдым. Ал еңбегімнің арқасында халық ағарту ісінің озық қызметкері төс белгісімен марапатталдым. Ал енді сол сияқты бірнеше медальдар, Ұйғыр ауданының құрметті азаматы деген құрметті атаққа ие болдым. Мен әзір Ұйғыр ауданының құрметті азаматымын. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін құрметті Ұйғыр ауданының әкімшілігі маған осындай атақта берген болатын. Ал ендеше еңбек өрге бастырады деген осы. Еңбектің жемісін жеп, зейнетін көріп, әзір зейнеткерлікте үйде балалардың қызығын көріп отырған жайым бар. Қысқа ғана менің сендерге айтатыным сол, еңбек әр уақытта еленеді, бағаланады. Ал ендеше міне осы көргендеріңді кейін өздеріңде айта жүретіндей боласыңдар.